Барлықтарына сәлем. Бүгінгі тақырып жіберу туралы болады. Жоқ, физикалық жіберу емес, моральды жіберу. Шынымен де кез келген оқиғаны, естеліктерді, немесе адамды жіберу керек. Оның өзі біршама уақытты алады. Қазір мен саған осы сезімнен арылуға көмектесетін қадамдарды айтқым келеді. Ең бірінші саған керегі өзіңе деген адалдық. Аяныш сезім емес, адалдық. Басынан ол сенің кімің және оны ұмытқың келеді ме? Сендерді не байланыстырады? Не себепті екеулерің енді араласпайсыңдар? Осы сұрақтарға жауап бер. Шынайы түрде жауап бер. Жай ғана жоқ, бітті, араласпаймыз, мінезіміз жараспады деген сияқты емес. Толықтай қандай оқиға болды? Не себепті болды деген сұрақтарға жауап бер. Мынаны ескере кетші. Егер сен оны, ол сені көрмесе, егер сен оның дауысын, ол сенің дауысыңды естімесе, егер екеулерің көріспесеңдер, онда сенің оның өміріңде, оның сенің өміріңде орны жоқ. Түсінесің бе? Орын жоқ, бітті. Ешқандай орын болмағанда сияқты. Екіншісі, мәселені тек өзіңнен іздеме. Өзіңді іштей құртпа. Өзіңе өзің қамқор бол. Сен мына жақтан ол адамды ойлап, қайғырып, және де оны ұмыту жайлы видеоролик көріп отырсың. Ал ол ана жақта мүлдем алаңсыз, тіпті тамақтанып та отыруы мүмкін. Білмейсің ғой. Түсінемін, ол адам қайтып келер деген ой сенде болуы мүмкін. Ұйықтар алдында онымен өткізген әр уақытында есіңе ал. Одан сайын жүрегіңді не себепті ауыртасың? Жауап берші. Одан қандай пайда бар? Ол кетті, келмейді, оралмайды. Осыны неге қабылдағың келмейді? Мүмкін сен оны ұмыта аласың, ұмытуға қауқарың жетеді, тек қана өзіңнің ұмытқың келмейтін шығар. Мүмкін мәселе осында. Үшіншіден, өзгелермен аралас. Оның орнын басатын адам іздеме. Ол ақымақтық. Ары қарай дама. Өміріңді бір адам үшін тоқтатудан артық ессіз әрекет бар ма? Төртіншіден, соңғы қадамның алдындағы қадам. Оған бақыт тіле де жібер. Асықпай жібер. Жаныңдағы адамдарды байқа. Қанша адам саған жақсылық тілеуде. Түсінесің бе? Сенің бір менің көңіл күйім жоқ деген сөзіңнен кейін неге, не себепті, кім тиісті, кім ренжітті деген сұрақтарды қоятын адамдар өміріңдегі ең маңызды адамдар. Ал енді 5-ші қадам деп енді айтпай қояйын, бірақ 5-ші пункт дейін. Қазір енді қалған 25 секундты маған арнай аласың ба? Мен саған осы қалған 25 секундта күлкі сыйлағым келеді. Видеороликті соңына дейін көр. Келесі кездескенше. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Очень хорошо. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И, конечно же, я люблю тебя.